Ahir zamandan aldın bolatığın belgiler. Sen kişi Yerusalim'ge kirgen sol adamsan ba? Eşikке minip solay emes be? Айтуларга караганда сен мессия экенсиң. Бул дурус ба? Сіздер мына жақсы адамға жәрдемдес болғаннан кейін сіздер менен кейінірек ұшырасамыз. Бұл оның өзі дұрыс па? Бұл мессияның өзі ме? Ауа. Қашан ол өзін патша деп жариялайды? Ешкім білмейді, бірақ бұл қалеген уақытта жүз беруі мүмкін. Аллилуйя! Таза патша келді. Енді римлілер болмайды. Енді жауыз құндарлар болмайды. Рахмет сіздерге, жақсы адамлар. Рахмет сіздерге. Иса патша болады деген ойлар ахуайы дихаллардың сеніміне айланды. Мен түсінбеймін. Неге Иса өзін патша деп жарияламайды? Қазірдің өзінде адамлар оны қоллап қуатлайды. Бұл анық. Адамлар қоллап қуатлар. Басшыларды не қыласың? Таза патша келген білсе, қайсар не қылатығыны белгісіз. Оның жолында тұрған дұшпанлар күшлі. Сіздер қандай күш туралы айтып жатырсыздар? Ол мессия ғой, солай емес пе? Әлбетте, бұл тұрғанға. Онда римлер де, Яхуди халқының басшылары да оны тоқтата алмайды. Хам Құдай өз ұлын жіберді дейді Ишая. Исаны патша деп жариялайды. Болуы мүмкін емес. Капитан, не болды? Бұл Иса деген раввин қазір басқа тарептен уайызлық етіп атыр. Топалаң басланды. Бір нәрсе болған құсайды. Себебі Яхия сіздерге хақлық жолыменен келді. Хам сіздер оған сенбедіңлер. Ал салықшы хам бұзықлар оған сенді. Сіздер болса осыны көріп тұрып та тәубе етпедіңлер, кейін оған сену үшін. Ғазепті келтіре тұғын сөздер. Сен не салықшан бұзықларды біздерден ұсын қылып атырсаң ба? Тынышлан, Амос. Адамлар хақиқаттан да оны жақсы көреді. Шайтанның ақылаушысы, оны естуді қалемеймен. Себебі сіздерге айтылған. Құдайдың патшалығы сіздерден тартып алынып, басқа жеміс беретұғын халыққа беріледі делінген. Ол жүдә шүқырласып кетті. Міне, ол бұны айтты. Не тігіліп қарап қалдыңлар? Осындай адамның қауіпті сезбей тұрсыз ба? Яқ, ол патша болуға талпынып атыр. Израилдің патшасы болуды қалеп атыр. Оны қолға алың. Менің жұмысым тыныштықты сақлау. Меніңше ол бұны бұзып атырған жоқ. Бұннан да жаманы, егер мен оны қолға алсам, хақиқи топалаң бастанады. Бірақ... Көрдіңіз бе? Оны ешкім тоқтатпайды. Ол патша болады. Оның күні хақиқаттан да келді. Сіздерге бір тымсал айтып беремен. Аспан патшалығы өз ұлын үйлендіріп, той берген, һәм шақырылғанларды тойға мұрат ету үшін құлдарын жіберген патшаға ұқсайды. Менің мұратымнен бас тартты ма? Ауа, қожайын. Оған себеп болған деген үміттемен. Ауа, меніңше оларға бәрібір. Ұлы үкімдар, олардың көпшілігін сіздің мұратыңыз ғазеплендірді. Ал себебі қандай екен?
Менменлік қожайын. Олар сіздің мәртебеңізден билігіңізді қалайды. Сондықтан да олар сізге үрмет көрсетуден бас тартты. Оларға және барыңлар. Менің оларды жақсы көретінімді айтып барың. Һәм мен олардың менің шатлығымды бірге бөліскенін қалаймын. Оларға менің қуанышымды түсіндіріңлер. Сіздерден iltimos. Біздердің тойменен жұмысымыз жоқ. Саған айтпадық па? Ауа, жоғал бұл жерден. Менің қалайтұғыным мені тыныш қойың. Бірақ патша сіздерге сондай мехрибан. Оның баласы сіздердің шахзадаңыз бол. Үйлену тойға бару бұл өздеріңіздің миннетташылығыңызды білдіру. Үкім етуге хақың жоқ. Біздер бұл патшалықтың хақиқи үкімдарлары. Сен бір аянышты қызметкерсің. Патшамызға қызмет ету сіздер үшін үлкен бақыт. Бірақ біздер бұл патшалықты ұлы қылатұғын адамдармыз. Ол біздерге қабылдау мәресімін шүркелместіру керек. Хақиқаттан да біздер тойға лайықпыз. Сіздер қатты қате қылып атырсызлар. Iltimos, менмелігіңізді, сенімсіздігіңізді жұмсартың. Бұл сен үлкен қате істедің. Һәм бұл үшін төлем төлейсің. Бұл адам хақиқатты айтып атыр. Сіздер тыныштанып алуыңыз керек. Патшаның мұратын қабыл етуіңіз керек. Түпірді мен патшаның мұратіне. Бұл сіздердің ақырғы жауабыңыз ба? Иә. Міне менің жауабым. Мен оны құтқаруға әрекет еттім, қожайын. Бірақ Айыпкерлерді табың да, оларды маған алып келіңлер. Достым, мен сенің тірі аман қалғаныңа қуанышлымын. мен және бір мәрте әрекет етіп көремен, ұлы хүмдар, және бір мәрте. Яқшы, бізде және бір мәрте мұратнама жібереміз. Сіз не айтсаңыз сол, қожайын. Бірақ қазір мен сен бүткіл патшалықтың әмме жерін, ең алыс мүйішлерін айланып шыққаныңды, һәм жолда ұшыратқан әммені шақырғаныңды қалаймын. Сіз түсінесіз бе, ұлы хүмдар, ондай жерлерде камбағаллар, һәм аурулар толып атыр. Егер олар сіздің мұратыңызды қабыл етсе, Егер менің мұратымды қабыл етсе, онда hürmetпенен қабыл етеді. Мен бірінші мәрте шақырғанлар лайықлы болған жоқ. жақсы аял, патша сені ұлының үйлену тойына сарайға шақырып атыр. Мені? Сіз не? Яқ, мен. Өзіңіздің ең жақсы киімдеріңізді киіп, бүгін кеште сарайға барың. Патша біздерді шақырып атыр ма? Біздерді? Егер сіз ілтипатыңызды аямасаңыз. Патша біздерді сарайға шақырды. Біздерді сарайға шақырды. Не? Қашан? Бүгін ұлының үйлену тойына біздер соған мінәсіп болып көрінуіміз керек. Бірақ бұл менің жалғыз киімім ғой. Онда оны тазала, һәм аяқ киіміңді де әйне түзететін уақыт. Сарайдағы той. Патша мені далаға лақтырып таслайды деп ойлайсың ба? Хаттегі білмеймін де, ал мен не? Сенің көрінісің ондай жаман емес, растан да. Келі ешқандай мақтауларсыз айт. Хаттегі ойларымда да болған жоқ. Күлкімді келтірмең адамлар. Патша туры біздердің маңлайымыздың алдында есікті тарс еттіріп жабады.
Hoş gelipsiz dostlarım menin. Ullu hükümdar, menin sırtqa көрінісімді кешіруіңізді соранаман. Кешірім сораудың керегі жоқ. Men sizlerдің жүректеріңізді көріп тұрман. Men sizlerдің сүйіспеншілігіңіз һәм садықлығыңыздан қатты қуанышлыман. Орныңыздан тұрыңлар, байрам қыламыз. Саған және бір мәрте айтаман. Патшалық сенен алып қойылады, һәм басқа біреуге беріледі. Өйткені шақырылғанлар көп, ал таңланғанлар болса аз. Енді маған һәммесі анық. Бұл сіздерден патшалық алып қойылады, һәм басқа біреуге беріледі деді. Басқа біреуге, таңланғанларға беріледі. Галила дариясының бойында бұл біздерді таңлаған жоқ па еді? Міне ол. Осы ибадатхана оның сарайы болады. Достарым, мына дивалларды көріп тұрсызлар ма? Ава, ұстаз, біздер сенің не хақында айтып атырғаныңды білеміз. Сондай күн келеді. Олардың һәммесі бұзылады. Бұл жерде тас үстінде тас қалмайды. Мен еш нәрсені түсінбедім. Ибадатхана бұзыла ма? Ол бұны назерде тұтқан жоқ. Бұл жерде тас үстінде тас қалмайды. Бұл оның сөздері. Бәлкім, қандай да бір мәнеге ие, тымсал емаса ықметлі гәп шығар. Бәлкім бұрынғысының орнына таза ибадатхана құрылатығын шығар. Мүмкін ұрыс болатығын шығар. Һәм біздердің римлер менен ұрысуымызға тура келетігін шығар. Кеттік, ұстаздан сораймыз. Достарым, менің келетіғын күнім туралы айтып, сіздерді азғыратығынлардан сақ болыңлар. Біздер азғырылмаймыз. Біздер білеміз, сен Израильді басқару үшін келгеніңді, һәм бүткіл дүнияны да. Сіздерге айтатығыным, кімдір сіздерді азғыруынан сақ болыңлар. Өйткені көплеген адамлар менің атым менен келеді. Һәм мен Масихпан дейді. Һәм көпшілік адамларды азғырады. Және де ұрыстар хақында мыш-мышларды естесіз. Абайлаңлар. Қорықпаңлар. Өйткені бұлардың һәммесі болуы тиіс. Бірақ бұл елі ақыры емес. Өйткені халық халыққа, патшалық патшалыққа қарсы шығады. Ашлық болады. Һәмме жерлерде жер сілкінулер, қырғын, өліклер болады. Һәм қапелімде осы азаплы күндерден кейін құяш қараңғыланады, һәм ай өз жақтысын бермейді. Һәм жұлдызлар аспаннан төгіледі. Аспан күштері де сілкінеді. Ие, бұлар қашан жүз береді? Бұларды білу ешкімге берілмеген, хаттекі адам ұлына да. Сергек болыңлар. Өйткені иеңіз қайсы саатта келетіғынын білмейсіздер. Тымсалды тыңлаңлар. Егерде үйдің иесі ұры түннің қайсы саатында келетіғынын білгенде ме еді, онда ол сергек болып, ешкімнің үйін тонап кетуіне жол қоймаған болар еді. Шығырма 1, шығырма 2, шығырма 3, шығырма 4, шығырма 5. Альфи, Тыныш. Шығырма 6, шығырма 7. қайтадан біздерді ұрбасты.
20 күннің ішінде міне 5-ші мәртебе басуы. 1, 2, сен не істеп қойдың? Мен алжасып кеттім. Бәрін бастан баслайман. 1, 2, Біздер түнгі сақшы жинап атырмыз. 3. Сенен басқалар бұл пікірді қолдап қуатлады. Сағат 9-дан түн ярымына шекем, 3-тен 6-ға шекем. 3-тен 6-ға шекем? 3-тен 6-ға шекем? Түнде ме? Айне сол уақытта. Бұл уақытқа еле ешкім жазылған жоқ. Қане маған бұны бер. Мен сіздердің түнгі сақшылығыңызда қатынаспайман. Мен дем алуым керек. Ақшаларды есаплау көп күшті талап етеді. Көріскенше сау бол. 1, 2. Абайла, ұрыны ұстауға біздерге жәрдем бермей тұғын болсаң, есаплайтұғын еш нәрсе қалмайды. Ұрыны, мұрыны. Маған ол анық тимейді. Мен әмбесін айтып болдым. Менің қорқатығын еш нәрсем жоқ. Қош бол. 1, 2, 3. Бұндай болып жасау қауіпсіз емес, Абби. Сенің өмірің қауіпсіз емес. Кет бұл жерден. Нағыз уақыт қатып ұйқылап алуға. Қатып ұйқылап алуға. Дұрыс, Диди. Қазір карамат қақпанды құрамыз. Хаммесі өз орнында ма? Ауа. Өз орнында кір. Жарамас ұры менің күміслерімді қайтып ұрлағанын көргім келген болар еді. Шүда қалеген болар едім. Кір, шүда қалеген болар еді. Сен де қалеген болар едің, дұрыс па? Тыныш ұйқыла. Түнгі сақшы. Қандай беймәні гәп, хақиқатын айтқанда. Бұл не? Біреулер ұйқылап атыр. Бәлкім бұл менің табыстарыма да тиісті шығар. Еш болмағанда мен еш нәрсе ұрлағаным жоқ. Таярланғанымыз жақсы болған екен. Бәлкім келесі әптеде шығар. 1 теңге, 2 теңге, 3 теңге. Мария, сен маған жеңіл аяқ киім істеп бересің бе? Мен жүре алмаймын. Ол жүдә ауыр. Яқ, мен бұны сенің істегеніңді қалаймын. Бұл не? Теңгелер? Менің теңгелерім? Яқ. Яқ, Диди, кір. Теңге берін, қожайын. Неге мен адамларға құлақ салмадым? Енді болса кеш болды. Жүдә кеш. Кір, жүдә кеш. Сергек болыңлар. Себебі иеңіз қайсы сағатта келетұғынан сіздер білмейсіздер. Кім садық һәм ақыллы болса, үкімдар болады.
Егер де сол құл жауыз болып, қожайынымыз жақын арада келмейді деп, жолдасларын ұрып, сабаласа, һәм маскүнемдер менен бірге ішіп жесе, тосаттан Құдай оның ұшын келеді де, оны қуып жібереді. Һәм ол сол жерде жылап, тістерін қайрайды. Достарым менің, тез арада мен соңғы мәрте Иерусалимге барамын. Сол жерде қолға алынып шегеленемен. Бірақ үшінші күні мен қайта тірілемен. Ол өледі? Һәм тіріледі. Олар қалай Мессияны шегелей алады? Ол ескерткеніндей, оның келетұғын күні туралы ойлап адастық. Мен бүткілей ақылдан аздым. Бірақ мен бір нәрсені анық білемен. Бұл адам Құдайдың ұлы. Ауа, Масих, біздердің құтқарушымыз, патшалар патшасы, Иммануил, Құдайдың қозысы, ұстаз, Құдіретлі Құдай. Тынышлық шахзадасы. һәм сол уақытта ұлы даң һәм құдірет пенен аспандағы бұлттардың үстінде келтірған адам ұлын көреді. Һәм ол бәлен дауыс пенен карнайын шерткен періштелерін жібереді. Олар дүнияның төрт тарапынан һәм аспанның бір шетінен екінші шетіне шекем, оның таңлап алғанларын жинайды. Қорықпа, күнді қараңғылық басқан уақытта. Қорықпа, құраллар сенің тынышлығыңды бұзса да. Қорықпа, егер аспан алыстай болып көрінсе де, жер қалтырап екіге бөлінген уақытта да.
аспан жұлдызлары көз жасыңдай болып жерге құласа да, қорқынышты жүрегіңе кіргізбе. Өйткені адам ұлы және келеді. Бұл осы жерде барлық белгілер бір жолды көрсетеді. Тез арада әмме адамлар қуанатығын ұлы күн келеді. Жылама, адам ұлы келеді. Қорқпа, қорқынышты ұрыстың қара бұлтларынан. Ол сенің ибадатыңды естіп, сені тынышландырады. Қорқпа, ол Байқұлла қасында. Адам ұлы және келеді. Күн батысқа жақынлады. Ол жақынлап қалды. Қараңғылық түсіп бастады. Бірақ сен ешқашан қорқпа. Сенің аспаннан келген сүйіспеншілігің, ол тез арада келеді. Һәм Құдайдың ниетін әмелге асырады.